Ассалаумағалейкум, армысыз ағайын. Мына кешкі серуенді пайдаланып, бір қысқаша әңгіме айтып берейін мен сіздерге. Мына мәңгүрт дегенді, мәңгүрт өндіру дегенді біреу білер, біреу білмес. Баяғыда мына жоңғар қалмақ әскерлері қазақтың қолға түскен әскерлерін алып барып, шашын қырып, топта қырып, қырылған шаштың орнына, яғни басына түйенің төсінен сылып алынған жас теріні басына қаптап, ыстық күннің астына 2 апта бойы тастап қояды екен. Ал түйенің терісі кеуіп, көн теріге айналады. Ана қысқан тері адамның басын шыңғыртып, ана байқұстың 2 апта бойы құлында дауысы шырылдап, шыңғырып күннің астында жатады екен. Сол уақытта өскен шаш бері қарай түйенің терісін тесіп өте алмай, керісінше өсіп, ана байқұстың миына қарай өссе керек. Сол уақытта ана әскер, мәңгүрттендірген әскер, мәңгүрт жасап атқан әскер, өзінің жадысынан айырылып, бүкіл тегін кім екенін, атын, ұруын, барлық нәрсені ұмытып қалады екен. Еш нәрсе қалмайды. Тек қана иесінің айтқандарын істейтін, иттің ар жақ бер жағындағы бір адам тектес хайуан болады да қалады. Енді ол мәңгүрт болып есептеледі. Оны өзінің туыс туғандары да мәңгүрттендірді дегенде естіген кезде, туыс туғандары да, ағайындары да іздемеген. Себебі мәңгүрт болған әскер ол енді адам болмайды. Ештеме білмейді, ол кім екенін білмейді. Керісінше өзіне жаңағы жау болып тиетін секілді. Себебі кейде мынандай екен. Мына мәңгүрттендірген әскерлер басындағы терісі алынбай, сол терімен кетеді. Ал ол тері басымен жабысып қалған. Біреу келіп ана басындағы теріні алып тастайын десе, басын құшақтап ана байқұс алғызбайтын көрінеді. Себебі енді қатты ауырады ғой, оны жанына батып бара жатыр. Сол уақытта ана иесі келіп, анау сенің басындағы теріні алып тастап, саған қастық жасағалы жатыр десе, теріні алып тастайын деген адамды өлтіруге дейін барады екен. Міне қазіргі кездегі біздің қоғамдағы орыстың тілінен айырылғысы келмей, қазақты қаншама ғасырлар бойы мәңгүрттендіріп, тілінен, ділінен, тарихынан, ұлттық салт дәстүрінен айырып, шынын айтқанда құртып жіберуге дейін барған, құртып жібере салған, орыстың тіліне жабысып қалған, содан айырылғысы келмейтін, оны білгенін мақтан етіп, айырылып қалса бір керемет бір нәрседен, байлығынан айырылып қалатындай қорқатын адамдарды мен осы мәңгүрттің ар жақ бер жағында дер едім. Мәңгүрттен айырмашылық жоқ негізші. Басыңдағы теріні алып тастайын десе, қорқатын, қорқақ мәңгүрттер секілді. Да, қарыштап дамыған заманда, ғылым техниканың дамыған, замандану мына жаһандану заманында сол бір пайдасы жоқ қазаққа керісінше көп зияны тиген орыстың тіліне жабысып алғанша, оған уақытыңды, энергияңды, қаржыңды құртқанша, мына әлемдік мықты державалардың ағылшынның тілін үйреніп, мына ғылымның тілін үйреніп, тілден бұрын бір өнер үйреніп, ғылым техника үйреніп, соны қазақтың ертеңін көтеру үшін, қазақтың болашағын тіктеу үшін, туының жығылмау үшін қандай да бір өнер ойлап тауып, қандай да бір керемет сауданы гүлдендіріп, қазақтың ертең үшін жұмыс ететін адамдар көбейсін негізші. Тілге жабыса бермейік. Орыстың тілі, былай айтқанда, қазақ үшін мәңгүрттендірген. Ал орыстың тілінен айырылғысы келмейтін адамдар, олар мәңгүрттер. Өз тілімізді құрметтейік, өз халқымызды көтерейік, өз ғылым техникамызды, өз елімізді, еліміздің ертеңін дамытайық. Қадірлі ағайын, аман болыңыздар.